Сәлем шаян тиктірмас һәм һәр вақыт қызықсыны шандысларым. Сіздің қолларыңыз ішке тұтынырға әзірмейінді. Алайса тезірек қошылығыз, біргелешіп башлап жіберік. Бүгін біз сіздің білен шаян куян ясайшағбыз. Мұның үшін бізге ұзын кәғаз тосма, көп түрлі детальлер, қошы, жилім яйса 2 оклы скотч һәм түслі фломастерлар керек болашақ. Ішімізді башлап жіберік. Баштан ұзын тосманы біз 3 жерде бүклеп қоябыз. Һәм ұшларын бір-бірсіне ябыштырабыз. Бұл біздің куяныбыздың гәүдәсі. Хәзір біз оның бошын ясайшағбыз. Мұның үшін мен олдан өкіміне шындай ерекні кесіп алдым. Оның құлақларын әзірләдім, әлбәтті көзләрін һәм бұрынын. Амаякларын біз түслі фломастерлар ярдәмінде ясайшағбыз. Баштан құлақларын әзірләп қоябыз. Менә шулай келіп шыға. Хәзір оның көзләрін ябыштырабыз һәм бұрынын ясайбыз. Мойынын біз менә шундай түрлі якларға бөгілген кішкенә генә тасмадан ясайшағбыз. Ләкин баштан біздің куяныбызның тәпиләрін ябыштырырга керек. Алғы тәпилер шулай ук ирек формасында. Шулай итеп утыртып қоябыз. Икенче яктан артқы тәпилерін біз менә шундай тамчылардан ясайбыз. Хәзір исә куянның мойынын һәм башын ябыштырсак та була. Һәм арттан кечкенә генә койрыкны ябыштырасы гына калды. Аны да без хәзер 2 яклы скотчка утыртачакбыз. Шулай келіп шықты. Достар, біздің шаян куяныбыз әзір. Сіз де һичшиксез мындай куяннарны ясап қарағыз һәм Инстаграмға шаян кулышлары хэштегі белән шығарығыз. Бүгінге исә шулар иде. Келесі очрашуларга кадәр сау булыгыз.